Барлығыңызға сәлем. Бүгін сіздерге өте дәмді, тез уақытта жасалатын қатпарлы пияз нанның рецептісімен бөлісемін. Жасалуы өте оңай және 2 заттан тұрады. Ең алдымен қамырымызды илейміз. Ол үшін електен өткізіп алған ұнымызға тұзымызды, жұмыртқамызды және де сұйық майымызды салып араластырамыз. Суды осылай аз-аздан қоса отырып жұмсақ қамыр илейміз. Осылай илеп болғаннан кейін 10 минуттай демалдырып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін пияздарымызды өте кішкентай етіп турап аламыз. Дәміне қарай қызыл бұрыш, қара бұрыш, тұз және 2 ас қасық сұйық май салып араластырамыз. Енді кішкентай ыдысқа сары майымызды салып ерітеміз. Қамырымызды 2 бөлікке бөліп аламыз. Өте жұқа етіп жайып аламыз. Қанша жұқа болып жайылса, сонша нанымыз әдемі болып шығады. Одан кейін ерітілген сары майымызды жағып шығамыз. Оның үстіне салмамызды саламыз. Осылай рулет етіп ораймыз. Осыны екіншісін жасайым дегенше пакетке салып холодильникке қоямыз. Формамызды майлап аламыз. Осылай нанымыздың үстінен басып жұқартып аламыз. Үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, күнжіт пен мак себеміз. Қызып тұрған 200 градус пеште үсті қызарғанша пісіреміз. Міне пияз нанымыз пісіп шықты. Дәмі де, иісі де өте керемет. Жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, видеома лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.